Барлықтарыңызға сәлем. Мен өте дәмді сметанный пирогі, яғни қаймақтан жасалынатын бәлішті дайындаған болатынмын және сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Жасалу жолын толық көру үшін видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бізге 250 грамм ұнды електен өткізіп аламыз. Үстіне 1 қасық қамыр қопсытқыш саламыз және 60 грамм қант саламыз. Жақсылап араластырамыз. Суық сары майды ұнға үгітеміз. Үккіштен немесе пышақтың көмегімен майдалап үгітеміз. Қолымызбен тез-тез үгітеміз. Май еріп кетпеуі керек. Қамыр бізде құм тәріздес, орысша айтқан кезде песочный болып тұруы керек. Енді ортасын ашамыз. Содан кейін бір жұмыртқаны саламыз. Жақсылап араластырып қамыр илейміз. Бізде қамыр өзі ериді. Қолымызда жаңағы майдың көмегімен, жұмыртқаның көмегімен өзі бірін-біріне бірігетін болады. Қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Ішіне салатын толтырмамызды дайындаймыз. 20% қаймақтың үстіне жұмыртқамызды саламыз. Бізде барлығы бөлме температурасында болуы керек. Жұмыртқаны салғаннан кейін қант саламыз. Және де 10 грамм кукурузный крахмал саламыз. Картофельный крахмал болмайды, ол дәміні ащы болып қалады. Крахмалдың көмегі сұйықтықты қоюландырады және пеште пісіп жатқан кезде сұйықтықтың беті қараймайды, түсін сақтап тұратын болады. Форманың астына пергамент қағазын төсейміз, қамырды екіге бөлеміз. Көп мөлшерін астыңғы жағына төсеп, жайып шығамыз. Кішкентай бөлігін шет жақтарына қойып шығамыз. Негізі бұндай рецепт менде бар, бірақ сүзбе қосылғаны. Описаниеде көрсетіп кететін боламын. Ссылкаға кіріп, көріп, бағалап екеуін салыстырып жіберіңіздер. Сүзбелі және қаймақты чизкейктің қамырлары сұйықтығымызды қамырдың үстіне құямыз. Жан-жағы піскен кезде тегіс, әдемі болып тұруы үшін шаншқымен тегістеп шығамыз. Қамыры неғұрлым жұқа болса, солғұрлым дәмді болады. Сол үшін қамырын жұқа етуге тырысыңыздар. Қалған қамыр болса, ол ештеңе етпейді. Мұздатқышта сақтап қойсаңыздар болады және келесінде тағы да жасаған кезде қолдануға бола береді. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минут пісіреміз. Яғни бізде шет жақтары қызаруы керек. Қамыры қызаруы керек және шет жақтарда қатып тұруы керек. Ортасы кішкене піскен, былқылдап тұрады. Ол яғни дұрыс деген сөз. Формадан шешпейміз. Бөлме температурасында толықтай суытамыз. Содан кейін тоңазытқышта кем дегенде 3 сағаттай тұруы керек. Түнге қалдырып қойсаңыздар да болады. Формадан шешпес бұрын шет жақтарын формадан пышақпен кесіп аламыз. Мен алдын ала істеп қойдым. Сәндеу жағын өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Құймақты бәліш дайын. Дайындап көріңіздер. Қалай шыққанын Instagram парақшама жіберіңіздер. Ас болсын, келесі кездескенше. Сіздермен болған Гүлназ.